Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз табиғат туралы сөйлесеміз. Табиғат біздің ортақ үйіміз. Сәлеметсіз бе? Табиғатты жақсы көреміз. Балалар, айтыңдаршы, табиғатқа не кіреді? Күн, ауа, су, ағаштар, гүлдер. Жарайсыңдар балалар, табиғаттың құрамдас бөліктері. Балалар, айтыңдаршы, табиғат бізге не береді? Таза ауа береді, су береді, тамақ береді. Табиғатты жақсы көреміз. Біз табиғатсыз өмір сүре алмаймыз. Дұрыс айтасыңдар. Табиғат өмір көзі. Балалар, табиғат екіге бөлінеді. Тірі және өлі табиғат. Тірі табиғат өседі, тыныс алады, көбейеді. Ал өлі табиғат өсіп көбеймейді, бірақ ол бізге өте қажет. Тірі табиғатқа адамдар жатады. Адамдар жатады, жануарлар жатады, өсімдіктер жатады. Олар өседі, тыныс алады және көбейеді. Өлі табиғатқа күн жатады, Су жатады, ауа жатады. тарс айтасыңдар. Олар өспейді, бірақ тіршілікке өте қажет. Табиғатта жаңбыр жауады, Жел соғады, қар түседі. өте жақсы. Бұлардың барлығы табиғат құбылыстары. Табиғат керемет. Қоқысты жерге тастайды. Тоқта, балақай, бұл дұрыс па? Жоқ, табиғатты ластауға болмайды. Дұрыс айтасыңдар. Табиғатты таза ұстау біздің міндетіміз. Табиғатты қорғаймыз. Қарайсыңдар балалар, табиғатты қорғау әрқайсымыздың міндетіміз. Біз табиғатты қорғаймыз. Қоқысты жерге тастамаймыз. Өсімдіктерді күтеміз. Біз табиғатты жақсы көреміз. Балалар, табиғатқа қамқор болу біздің міндетіміз. Біз құстарға көмектесеміз. Ағаш отырғызамыз. Табиғатты қорғаймыз. Табиғатты аялайық. Табиғатты қорғайық. Табиғат біздің болашағымыз. Жарайсыңдар балалар.